Қазақстанда Каспий жұма бүкіл халықтық тиімді сатып алу мерекесі өткізілді. Көптеген қазақстандықтар қыс қарсаңында доңғалақ, қыстық киім мен аяқ киімдерін жаңалап, үйлеріне тұрмыстық техника мен электроника сатып алды. Ал қазақстандық кәсіпкерлер тағы да рекордтық сатылым көлемін жасады. Бұл жолғы Каспий жұма тағы несімен есте қалғанын толығырақ тілшіміз Салтанат Шырынхан баяндап берсін. Бұл 9-шы Каспий жұма сатып алу мерекесінің 3 күнінде қазақстандықтар көптеген тауарларды, тоңазытқыштар, теледидарлар, климаттық бақылау жабдықтарын, тұрмыстық бұйымдар, автокөлік дөңгелектерін және тағы басқа көптеген заттарды сатып алды. Телефон алдым, сонымен қатар жана өзімнің жұмысыма керек, мысалы принтер, тағы басқа дүниелерді алып жатырмын. Каспий жұмаға көп рахмет, көп адамдарға, қазақстандықтарға көп жағдай жасап жатыр. Және де бүгін енді бір емес, міне халықтың көптігіне қарағанда жалғыз маған емес, қалған адамдарға тиімді деп ойлаймын. Біз салып жатқан үйімізге керекті осындай заттарды алып жатырмыз. Каспий жұма 0024 арқылы ыңғайлы. MacBook алдым өзіме 24 айға. Менің ойымша бұл өте ыңғайлы нәрсе. Өзімнің атымнан қосар едім, бұндай Каспий жұманы жиірек жасап отырса. Сатып алушылар затты тиімді сатып алғанына, сатушылар сауда көлемінің артқанына қуанышты. Каспий жұманың арқасында адамдар саны көп, әдеттеге қарағанда сауда 2 есеге артық жүріп жатыр. Жалпы халықтық тиімді сатып алу мерекесі жылына бір ғана емес, бірнеше рет болса екен дейміз, себебі бізге өте тиімді. Өте көп адам келіп жатыр. Өте көп мебель алып жатыр қазір жиһаз. Осы Каспий жұманы барлығы күтті. Каспий жұма арқылы армандағы өзінің интерьеріне келетін және өзінің дизайнына келетіндей қып мебельді таңдайды. Сатып алушының өтініші бойынша заттар үйге тегін жеткізіледі. Сондықтан жеткізу қызметтері Каспий жұма кезінде күшейтілген жағдайда жұмыс істейді. 3 қарашадан Каспий жұманың бірінші күні басталды. Сол күннен бастап бізде жұмыс көбейе бастады. 3 күн болды. Ертеден түнге дейін істейміз. Сатып алушылар да түнге қарамай бізді қуана күтуде. Сол үшін рахмет. Каспий жұмада Техноград компаниясынан өзіме үйге тұрмыстық бытовой техниканы заказ берген болатын. Бәрі уақытылы алып келді, көрсетті. Каспий жұмада өте ыңғайлы 24 айға бөліп берді. Рахмет Каспийге. Кішігірім заттарды Каспий постамат арқылы алуды жөн санайтын тұтынушылар көбейіп келеді. Үйде курьерді күтудің қажеті жоқ, өзіңе ыңғайлы уақытта алып кетуге болады. Жеткізу қызметі өте ыңғайлы. Үлкен заттарды үйге алып келіп тастайды. Қалған мынандай жеңілдер осы постаматқа келді. Жұмысым да жақын, үйіме де жақын, өзіме де ыңғайлы келіп не ала салдым қазір. Сатып алу мерекесінде адамдар ұзақ кезекке тұрып, сөреден тауарды бірінші болып алуға тырысатын күндер артта қалды. Қазіргі уақытта көпшілігі онлайн сатып алады. Көптеген адамдар дүкенге тек тауарды ұстап көру үшін келеді. Содан кейін ұялы қосымша арқылы кезексіз тегін жеткізумен бірге сатып алады. Каспий жұма саудада нағыз құбылысқа айналып үлгерді. Сатып алу мерекесі адамдарға отбасылық бюджетке салмақ түсірмей, өмір сүру сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Ал қазақстандық шағын және орта бизнес дамып, жаңа жұмыс орындарын аша алады. Салтанат Шырынхан, КТК, Алматы.